Шілде айының алғашқы жексенбісі ұлттық домбыра күні. 2018 жылдан бері кеңінен аталып өтетін мереке қарсаңында шаһарда күй құдірет атты байқау өтті. Бақ сынасқан 19 үміткердің қайсысы үздік деп танылды. Толығырақ болашақ Құрманғазы мен Диналардың өнерін тамашалап келген тілшіміз тарқатады. Ұлттық домбыра күніне орай биыл байқаулар өткізіліп, келер жылы іс-шараны кең форматта ұйымдастыру жоспарлануда. Байқау екі категориядан тұрады, яғни 9 бен 11 және 12 мен 15 жас аралығындағы жас күйшілер өнерлерін паш етті. Талапқа сай үміткерлер қалауы бойынша бір күйден орындады. Бұл күйшілер байқауының басты мақсаты осы ұлттық домбырамызды, ұлттық аспабымызды осы жастарға кеңінен насихаттау, кеңінен дәріптеу, және де осы жас өнерпаздарымызды осы күй өнеріне баулу болып табылады. Және де бүгінгі біздің күй байқауымызда осы қатысушыларымызға қойылып жатқан талаптар, ол өзі қазағымыздың белгілі күйшілеріміздің күйін орындау. Жастам, және де мен осы 2 аптаның ішінде дайындалып, салкүден күйін ойнап жүрдім. 9 жасымда мамам мені осы домбыраға апарған. Жеңімпаздары арнайы диплом мен ақшалай сыйлықтармен марапатталды.